кеше бірден мың адам мен АЭС-ке қарсымын деп жазыпты. Жылағым келді де. Өй, маған айтпа, маған қоғамға айт, видео түсір, ашық айт, жаз. Жаңа құда жекжат туыс туғаның жиналда отырып ал, біз бәленбай әулеті АЭС-ке қарсымыз. Біз құда жекжатымызбен АЭС, достарымды жиып ал, біз қарсымыз де. Өзің түсіріп ал, өзің сал, мен АЭС-ке қарсымын де. Тарат. Желіге сал, Фейсбукке сал, Инстаға сал, ТикТокқа сал. Міне, ұйымдар өткіз, жиналыстар өткіз, жеке пикетке шық. Бір-екеуің 15 күнге қамал, бір-екеуің емес 20 миллион қазақтан бір 20 мың қазақ шығып 15 күнге қамалыңдаршы, ай қазақтар, ай 20 мың қазақ шығып АЭС-ке қарсымын деп пикет өткізіп 15 күнге қамалыңдаршы. Бүгін сен 15 күнге қамалғаның туралы анықтама береді, сен соттың анықтама береді, әкімшілік жаза 15 күнге қамау туралы. Мен ертең сендердің әрқайсыңның қолдарыңа 20 миллион доллардан ұстатуға мен уәде етемін. 15 күн қамалып шыққанға өлмейсің, түрменің дәмін бізде таттық қой. Бізде отырдық қой жарым жыл. Қамал Тоқаевтың, Назарбаевтың түрмесін көрдік қой. Мен Назарбаев кезінде қамал, Тоқаевтың кезінде де қамалып отырдым ғой. Қамалмайсыңдар ма 15 күн? 15 күн ара ішіп өтсең де өтеді. Жынданып ана жоқтан өзгеге де өткізесің. 15 күн қамалып шық, аштан өліп көштен қалмайсың. Екі қабын әкеп бер бала шағаңа. 15 күн отырып шықпайсыңдар ма? Керісінше қамалып шығасың, қоғамда дүмпу туады, ақпаратқа түсесің. Мына халықаралық ұйымдардың назарына аударасың. Сөйтіп Қазақстан халқы Ресейдің атом электр станциясын салуына, Қытайдың осы станцияны қаржыландыруына немесе салуына қарсы деген халықаралық назар аударасың. Қарекетіңмен шығасың, қарекетіңмен. Маған мессеж жазып, маған мессенджерде секе мен АЭС-ке қарсымын дегеннен дүние өзгермейді. Мен міне айтам, атом электр станциясына қарсы болып кім пикетке шығып 15 күн қамалып шықса, мен уәде етем. Американың долларының саныменен ертең біздің қолымызға билік тигенде осы 15 күнге қамалғандардың әр күнде $1 миллион төлеуге, тіпті одан артық төлеуге уәде етемін. Әрбір күніңе $1 миллион төлеуге. Міне, 15 күн отырып шық, 15-те $20 миллион алып шық. Уәде етемін. Неге? Біздің байлығымыз жетеді. Біздің мұнайдың, газдың байлығы жетеді. Бір Атыраудың мұнайы мен газы Дубайдың 4 есесінен артық екен. Сонда ойла, Қызылорданың мұнай газын ойла, Оралдыкын ойла, Ақтаудыкын ойла, міне, Ақтөбенікін ойла. Шымкенттің газын ойла, бүкіл жеріміз толған алтын, бүкіл жер әлемнің 60% ураны біздің қолда. Оған басқа жер байлығымызды қоспай-ақ та қой. Қазақтар туыла салып миллионер болуға болады. Қатынына бала тапсырсаң дүниеге шыр етіп келгенде миллионер болады. Дүниеге бір миллионер келіп отырады. Осындай байлығымызбенен қор болып отырмыз. Неге? Көтеріле алмай отырмыз. Наразылығымызды білдіре алмай отырмыз. Әлемнің назарын аудара алмай отырмыз. Украин халқы міне мәңгілік азаттыққа шықты. Біраз адам өлді, бірақ бодаусыз келетін жақсылық болмайды қазақтар. Барлық нәрсенің бодауы болады. Украинаның халқы біраз азаматынан айырылды, қалалар қирағанменен, міне олар Еуроодақтың мүшелік жұмысын бастап қойды. Бітті, Украина Еуроодақтың мүшесі. Бұл деген сен қазақ түс көріп басыңды тауға тасқа ұрып түсіге кірмейтін жақсылық. Еуроодақтың мүшесі болу жұмысы басталып қойды. НАТОға кірмеді деген аты ғана, анығында бүкіл НАТО қару беріп отыр. Украинаның халқы Ресейден енді мәңгіге құтылды деген сөз. Соғысып жатыр. Бірақ орыстың әскері күніне 1000-нан 1200-ден өлгеніменен Украина оған төтеп беріп жатыр. Міне, НАТОңда, Америка, Еуропаңда енді Украинаны далада тастамайды. Қазір Украинаның өзі дронды жылына 1 миллион дана дрон өндіретін деңгейге жеткізді. Жылына 1 миллион дана дрон өндіре алатын деңгейге жетті. Міне, суда жүретін дрондық кемені шығарды. Әуеде ұшатын, адамсыз ұшатын ұшақты шығарды. Суда жүретін, адамсыз жүретін кемені шығарды. Енді жерде адамсыз жүретін кішкентай мини танк жасап шықты. Міне, минаны да тазалайды, орыс көрсе де қақ шекесінен атап. Ол тура міне, жасанды ақылмен басқарылады міне. Бәрін істеп жатыр. 1800 километрге дрон ұшырып атып, Москваның ғимараттарына дрон атқылап жатыр. Неге Москваны атқылайды? Неге? Москваны бомбамен жарып жіберуге Америка рұқсат бермей тұр. Америка зымырандармен F-16-мен жаруға рұқсат бермей тұр. Тек өздері жасаған жаңағы сол құлашыңды кергенде, сол екі құлашыңды кергендегідей сол есепте жаңағы 1,5-2 метр